Абай облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған сотының негізгі соттылығына кәмелет жасқа толмағандар мүддесіне қатысты көптеген істер қаралады. Соның ішінде ата-ана балаларына қатысты ата-ана құқықтарын айыру және оларды шектеу. Неке және отбасы кодексінің 75-ші бабында ата-ана құқықтарының айырудың негізгі себептері мен салдары көрсетілген. Олар, атап айтсақ, ата-ана міндеттерін орындаудан жалтарса, оның ішінде алимент төлеуден қасақана жалтарған жағдайда ата-анасы, егер баласын перзентханадан, балалар үйінен, ұйымдарынан белгісіз себептермен оларды алудан бас тартса, өздерінің ата-ана құқықтарын теріс пайдаланса, балаларға қатысты күш қолдану, зорлық-зомбылық жасау, оның ішінде жыныстық тиіспеушілігіне қастандық жасаған жағдайда, құмар ойында ойнау, бас төгу, спирттік ішімдіктер ішу, сонымен қатар осы 5 себеп осы ата-ана құқығынан айырудың негізгі себептері болып саналады. Енді бүгінгі қаралған азаматтық іс талап бойынша бұл жерде жауапкерлердің, яғни баланың жаңадан туған 24-ші жылғы атасы, әкесі де, анасы да оны балалар үйінен алмауы, алудан бас тартуы, себепсіз бас тартуы болғандықтан балалар үйін талап қоюы бүгінгі сот шешімімен ол қанағаттандырылды. Аталған шешім заңды күшіне енген жоқ, оны жауапкерлер немесе прокурор жақтан шағымдана алады. Енді бұл жерде менің осы істерді қарау барысындағы бір шешімге келгенім, бала әрбір ата-ананың ол берген аманаты. Сондықтан кейбір ата-аналар үлкен бола тұра, ақыл естері дұрыс бола тұра, осы өздеріне белгіленген ата-аналық міндеттерін дұрыс орындамайды, балаларына дұрыс қарамайды, тәрбие бермейді. Сондықтан көптеген жағдайда көптеген ата-аналар отбасы балаларына қатысты ата-ана құқығынан айырылып жатады. Енді бұл өте үлкен қоғамда орын алып тұрған жағдай. Бұған көбінде спирттік ішімдік ішу, қылмыс жасау, осындай өздерінің тұрмыстық жағдайларын жақсартпау, тағы да көптеген себептер сот барысында анықталады, жан-жақты зерттеледі. Ата-ана құқығынан айыру балаға қатысты бұл істі қарап отырған судьяға өте ауыр әсер етеді. Сондықтан судья барынша істі қарау барысында жан-жақты зерделейді, куәларды шақырады, олардың тұрғылықты жерлері бойынша тұрмыстық жағдайларын тексереді, білім бөлімінің қорытындысын тыңдайды. Сондықтан осы бұл тек қана сотта ғана емес, қоғамда үлкен орын алып отырған негізгі сұрақтардың бірі болғандықтан, енді ата-аналарға айтатыным, балаларына қатысты міндеттерін дұрыс орындау, оларды жақсы азамат етіп тәрбиелеу, білім беру, денсаулықтарын сақтау, бұл әрбір ата-ананың өздеріне жүктелген міндеті, парызы деп айтып қорытындыға келеді.